Бүгін спортсүйер қауымы үшін ерекше күн. Өйткені бүгін грек-рим күресінен ауданымыздың спортшы балаларының сынға түсіп, ең мықтыларын анықтайтын күн. Ендеше бүгінгі турнирге қатысатын мықтыларымызды қол соғып қошаметпенен ортаға шақырайық. Азаматтарымызға қошамет бар ма? Естеліктік балуандар, Таскескен ауылының балуандары, Үржар ауылының балуандары, Ақжар Егінсу ауылымыздың балуандары, Қызылтойлық балуандар, Елтай ауылының балуандары, Бестерек ауылының белсенді азаматтарының ұйымдастыруымен Бестерек ауылындағы грек-рим күресінен аудандық турнирге қош келдіңіздер. Қазақстан Республикасы мемлекеттік гимні. Күрестің ішінде грек-рим күресі Қазақстанда сүйіп айналысатын спорт түрі. Оған дәлел грек-рим күресінен Олимпиаданың чемпиондары Жақсылық Шүкемпіров, Дәулет Тұрлыханов, Бақтияр Байсейітов сынды ағаларымыз және де өзіміздің ауданнан шыққан Азия чемпионы Дархан Баяхметов Арынғазылы осы аталған спорт түрінен Қазақстанның атын шығарып келген. Құрметті ауылдастар, қонақтар, жарыс қатысушылар, бүгін міне ауылымызда грек-рим күресінен оқушылар арасында аудан біріншілігі өтіп жатыр. Енді осы жарысқа итті болған барлық азаматтарға алғысымды айтамын. Жарысқа қатысушы оқушыларға сәттілік, жеңіс тілеймін. Енді бүгінгі жарысымызды ашық деп жариялаймын. Армысыздар, құрметті жерлестер, бүгін біздің ауылымызда үлкен той. Грек-рим күресі біздің ауылымызда бірінші рет өтіп отыр. Аудан деңгейіндегі жарыс. Олимпиада чемпиондары, дүниежүзілік чемпиондар осы біздің арамызда отыр деп ойлаймын. Сондықтан бәріге сәттілік тілеймін. Ассалаумағалейкум, құрметті спортсүйер қауым, және де бүгінгі жарысқа қатысушы спортшылар. Міне бүгін Бестерек ауылында аудандық грек-рим күресінен аудандық үлкен жарыс өтіп жатыр. Тек жақсылық болсын, осы Бестерек ауылынан чемпиондар шыға берсін. Осы Үржар ауданының намысын қорғайтын облыста, Қазақстанда және Олимпиадада көк туымызды желбірететін жақсы палуандарымыз шыға берсін. Ассалаумағалейкум, ауыл тұрғындары, құрметті қонақтар, жарысқа қатысушы жас палуандар. Барлықтарыңызға сәттілік, қош келдіңіздер ауылымызға. Енді болашақта осы ауылымыздан үлкен мықты азаматтар шығуына сенеміз. Ринат бауырымыз, саған мың алғыс. Бәріңе жеңіс тілеймін. Енді кішкене Асылхан ағай сізге орамал томбамай жол болады дейді. Осы жарыстан бір естелік ретінде ауылдың азаматтарының атынан шапан жауып сізге. Осы біздің ағайымыз, бізді алдыға сүйреп, бізге үлкен тәрбие берген ағамыз. Ассалаумағалейкум, құрметті ауылдастар, жерлестер. Осы жарысқа келіп қатысып отырған қонақтар, қатысушылар. Жарыс құтты болсын, мерекелі берекелі өтсін, ел іргесі тыныш болсын. Осылай ауыл болып, әрқашанда берекелі болып, бір-бірлерімен араласып, бір-бірлерін қолдап, мықты болып. Әр қазақ мен үшін батыр, мен үшін ең мықты, осы өмірдегі ең мықты азаматтар, ол қазақтардың азаматтары. Әрқашанда ұмытпайық, тарихымызды ұмытпайық. Оны бірінші орын алған балуандарға болады. Дұрыстап күресіңіздер ме? Естелік енді болашаққа әрқашанда. Сондықтан жақсы өтсін. Рахмет, бұл жарыс балуандарымызға Олимпиаданың басы болсын деп бір бақ тілеп қойыңыздар. Қол соғып қошеметтеп қояйық.
Жарысымыз жалғасады. Ресми сәт осымен тәмам. Рахмет.